Абайдың қара сөздері ақынның өз заманындағы қазақ қауымының тұрмыс тіршілігін талдау десе де болғандай. Мұнда ұлы ақын қазақ халқының берекелі болашағына кесірін тигізер көптеген проблемаларды қозғайды. Мәселен, 31-ші қара сөзінде ойшыл оқырманын естілікке, ынталы болуға, ұғымтал болып өсуге тәрбиелейді. Абай ақылды адам болып қалыптасып, ғылымды игерудің басты қағидаларын санамалап береді. Зеректілік дегеніміз естіген нәрсенің есте сақтап, ол туралы ой қорытып, көкірекке бекітіп алу. Сондықтан есте сақтаудың басты заңы ойлау. Есте сақтауға тиістіні ойлау. Есте сақтайтыныңды бұрын білетініңмен байланыстыру. Есте сақтағаныңды ойша көз алдыңа елестету. Ең бастысы, осының бәрі өзіңе қашан, неліктен керек болатынын білу болып табылады. Ақыл мен ғылымның адам санасына сіңуіне кедергі келтірер ой кеселдерін Абай атап көрсетеді. Олардан бойды аулақ ұстау қажеттілігін баса ескертеді.